Жабаев Жамбыл 1846-1945 қазақ халық поэзиясының әйгілі тұлғасы, өлең сөздің дүлдүлі, жырау, жыршы. Туған жері Жамбыл облысындағы Жамбыл тауының етегі. Топырақ бұйырған жері Алматы облысының Ұзынағаш елді мекені. Шыққан тегі Ұлы Жүз Шұбарашты тайпасының ішіндегі Екей руы. Жамбылдың өсіп өнген топырағында ән күй, ақындық, жыраулық өнер айрықша биікке көтерілген. Мұхтар Әуезовтың қазақ халқына ерекше дамыған айтыс өнері 19 ғасырдан бергі жерге өзге жерлерде Сайбарсып, Жетісу, оңтүстік өлкелерінде шоғырлана бастайды деуінде өлген тарихи себеп бар. Біріншіден, Қазақстанның өзге өнерлерін ертерек шарпыған отыршылдық, ел ішінің дәстүрлі қалпына өкедемдігін жүргізіп, шырқын бұзып үлгерінде Жетісу алабы әзірше қаға берісте еді. Екіншіден, бұл өнердің ертеден тамырын тереңге жайған өнерпаздық дәстүрі шын мәнінде 19 ғасырдан бергі жерге айрықша биік өреге көтеріліп еді. Осы кезінде Жетісуға сонау арқадан Ұлы Абайдың келуі, Біржан, Шашубай, Балуан Шолақ сияқты тауылпас, әнші ағындардың келуі, Таластан Жалайыр Дүбектен келуі, оңтүстіктен Майкот пен Майлықожаның келуі, Атыраудан Құрманғазының келуі, сөз жоқ. Ең алдымен олардың алыстан жаңғырғы жеткен ұлы өнер мектебіне деген ұмтылыстарына байланысты еді. Осындай өнер бесігінде дерпеліп өскен Жамбылдың ақындық дарынын жас кезінің ақ таныла бастаған. Ол бозбала шағының өзінде әк өскен ортасын әнмен жырға кеңілтіп, тіптен көршілес қырғыз еліне дедаңқы жайылып үлгерген. Осы кезде өртей жалындап, жұрт ұзына еліккен жас Жамбыл Жетісудің дүлдің ақыны Сүнбайға жолығып, оның арқалы өнеріне күніне ден қойып бастатын алады. Мұнан ары жау қойрызы сүзілген жүректен арындап, сол кездегі Айкүміс, Бақтыбай, Сары, Сарбас, Досмағанбет, Шашубай, Қоланаян Құлманбет сияқты ақындық жылжынған жорға, жылмыған жүректерімен айтысқа түскен Жамбыл ойдағы шоқтығын асырып отырған. Бұлар ғана емес қырғыздың Балық, Тыныбек, Қалығұл, Намайдбан, Қатаған, Арыстанбек, Сағымбек сияқты ақын жырау манасшылармен өнер өрлістіріп, қырғыздың көл көсір поэзиясының тағылып алады. Ақындық өнерінен одан әрі шындай түседі. Жамбыл енді ақындық сұрымпасылмық өнеріне құса Көрғолы, Шағымардан сияқты жыр дастандарды апталап айлап жырлап, ақындық жыраулы өнерінен соны кірмен таныта бастайды. Жамбылдың қанаты шабытпен дүниеге келген, шығармалары әлемнен ондаған тіліне аударып дүние жүзіне тарады. Жамбыл көзінің тірісінде ақ КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты атағын алып, өзінің де халқының дағдылығын дүйім дүниеге паш етті. Жамбыл бейнесі қазақ өнерінің барлық түрінде барша жандырда шабытпен бедерленіп, ұлтын рухы биік ұлы, тұлғасы екенін әйгіледі. Годы жизни Жамбыла, а это почти век, выпали на один из сложнейших периодов в истории казахского народа. Именно в это время начался распад внутренней структуры длившегося тысячелетия кочевого образа жизни. На глазах у великого Жырау менялась веками господствовавшая система государственного устройства. Произошли две мировые кровопролитные войны. В жизни страны происходили коренные политические и социальные перемены. Творчество Жамбыла, его жизненный путь должны восприниматься как новая веха жизни не одного отдельного человека, а всей казахской устной литературы, ее импровизаторского искусства, как ее крупный взлет в 20 столетии. Своим бессмертным поэтическим даром он создает правдивую летопись целой эпохи, мощью своей мысли рисует образ эпохи. Именно поэтому мы гордимся им, считаем его великим сыном казахского народа. Жамбыл – поэт, сумевший вдохновенно воспеть свет и тени народной жизни, искусно вплетая в свои сказания корни прошлого и создавая русло будущего судьбы страны и народа. Гениальный поэт из народа – это поистине самая высокая оценка народа своему сыну.